Келесі аптада бәрін айтамын. Руслан Өтепбай Атыраудағы трагедияны зерттеді. Тележурналист Руслан Өтепбай Атырау облысында із-түзсіз жоғалған отбасыға қатысты арнайы зерттеу жүргізгенін мәлімдеді. Бұл туралы Politico.kz сайты хабарлайды. Журналист бұл туралы әлеуметтік желідегі парақшасында жазып, Атырауға жасаған сапарының аяқталғанын айтты. Оның сөзінше, ол Жангелдин ауылына арнайы барып, жоғалған отбасы ісіне байланысты зерттеу жұмыстарын жүргізген. Атыраудағы соңғы күнім қалада, тұрғындары да ерекше әсер қалдырды. Бұл жаққа келуімнің басты себебі Жангелдин ауылына барып зерттеу жүргізу. Оның нәтижесін келесі аптада баяндаймын, деп жазды ол. Сондай-ақ Руслан Өтепбай алдағы жоспарында бөлісіп, Шымкентке барып, қаскөйдің қолынан қаза тапқан Нұрай Серікбайдың ағасынан сұхбат алатынын хабарлады. Қадірлі көрермендер, бұл жаңалықты оқығанда ең алдымен журналистің елді алаңдатқан іске бейжай қарамай, өзі барып көріп, көзбен көріп, құлақпен естуге тырысқаны байқалады. Қазір түрлі ақпарат көп, бірақ оның қайсысы рас, қайсысы жалған екенін ажырату қиын. Осындай кезде журналистің оқиға орнына барып, асықпай зерттеу жүргізуі дұрыс қадам деп ойлаймын. Атырауға барып Жангелдин ауылын көруі, жергілікті адамдармен сөйлесуі істі бір жақты емес, жан-жақты қарауға мүмкіндік береді. Бұл да халықтың көңіліндегі сұрақтарға жауап табуға сеп болар деген үміт бар. Руслан Өтепбайдың нәтижесін келесі аптада айтамын деуі де асығыс қорытынды жасамайтынын көрсетеді. Бұл жерде бастысы даурықпай емес, нақты дерек. Ал Шымкентке барып, Нұрай Серікбайдың ағасымен сөйлесуін де құптаймын. Бұндай істерде эмоцияға берілмей, сабырмен, адам тағдырына жанашырлықпен қарау маңызды. Халыққа да керегі өсек емес, шындық. Сондықтан зерттеу нәтижесін күтіп, байыппен қабылдаған дұрыс деп ойлаймын.